Сәлем достым, бұл жерде бір ауқымды тақырыпты сіздермен талқылайтын боламыз. Жалпы бұл ролик ұзақ емес ролик, 1 минут, 2 минуттық. Бірақ сол арасында сіздерге бір ақпаратты кішігірім түсіндіріп кете салсақ. Яғни қараңыздар достар, көпшілік яғни үлкен бір сұрақ қояды: неге біз шаңырақ бағдарламасы бойынша үй таппай жүрміз? Неге шаңырақ бағдарламасы бойынша қазіргі таңда үйлер аз? Жалпы неге тұрғын үй құрылыс жинақ банкінен, яғни кейбір кезде құрылыс компанияларын үй алатын кезде, яғни соғылып отқан қосымша залог кепіл қою керек дегендей. Осы мәселе бойынша мен сіздерге кішігірім бір жауап бере кетсем, қымбатты достар. Қараңыздар, Қазақстан Республикасында қазіргі таңда ФГЖС, яғни Фонд гарантированного жилищного строительства, Қазақстан тұрғын үйіне кепілдік қоры деген, яғни мекеме бар. Бірақ қазіргі таңда ол мекеменің атауы өзгеру барысында, яғни кішігірім өзгерістер болып, бірақ бәрібір де кішігірім түсінік айтып өтейік. Яғни ФГЖС-тің гарантиясын алу үшін, көптеген құрылыс компаниялары ынталы болады. Оларға ФГЖС-тің гарантиясын алған өте керемет, яғни рейтинг көтерілген деген сөз. ФГЖС-тің гарантиясын алу да оңай емес. Өзіндік бір тексерістер бар, өзіндік бір капиталын тексереді, соғылу барысын, материалын толықтылығын қай жақтан алады. Барлық жағдайын тексеріліп, яғни содан кейін барып ФГЖС-тің гарантиясын беретін болады. Сондықтан тұрғын үй құрылыс жинақ банкі шаңырақ бағдарламасы бойынша несие алатын жандардың, яғни алаңдатпасы үшін, яғни ФГЖСі бар үйлерден алғаны жөнінде осындай, яғни шарт қойып қойған. Яғни ФГЖСі бар құрылыс компанияларына сіздер толыққанды сеніп, солармен жұмыс жасасаңыздар болады. Міне мысалы жақында біз, яғни тұрғын үй құрылыс жинақ банкі Нұр Сұлтан қаласында BI Групппен жаңа шарт жасасқанда, яғни BI Групп тұрғын үйдің бағасынан 5%-ын клиентке үйдің соғылу барысында шотына аударып береді, немесе алатын үйден 7% қосымша жеңілдік береді деген қарастырылған етін. Яғни ол жерде де бүкіл тұрғын үй кешендері ФГЖС-тің, яғни тұрғын үйге кепілдік беру қорының гарантиясын алған. Сондықтан қымбатты достар, кейбір кезде елдер түсінбей атады. Маған мысалы жекеге жазып отады. Мен әріптестеріммен, біз мысалы енді айтып отырық қой, біз практикпіз, мен банкта жұмыста жасағаннан кейін күнне өте көп адам келеді банкқа. Содан біз естіп отамыз, келеді да сұрап отады: біз шаңырақпен үй іздеп жүрміз, біз үй былай қосымша кепілсіз үй алайын деп отырмыз. Сол кезде бізге айтады бағанағы ФГЖС-тің гарантиясы болу керек. Ол не деп отады? Енді қымбатты достар, ФГЖС-тің гарантиясы деген не екенін сіздер біліп жүретін боласыздар. ФГЖС-тің гарантиясы, яғни сол ФГЖС-тің жақсы тексерістен өткізіп барып, сіздерге, яғни ала беруге, осы тұрғын үй компаниясын үй алуға 100% сеніммен болады деген нақты өзінің кепілі. Сәттілік достар. Қазір келесі видеода, енді рұқсат етсеңіздер, осы нұрлы жер бағытын сіздермен бірге, яғни талқыласақ.